болсын, юбка болсын, белдікті қалай қондырамыз қыздар? Қараңыздар, мынау белдігіміз дайындап қойдық. Мынау юбка да, бірақ шалбарға да дәл солай қондырады. Мынаны былай ашамыз. Мынаны бірінші жерін былай түйреп аламыз. Егер де потайной замок тігетін болсақ, мына осылай аламыз да. Кейіннен келесінде түйреп алу үшін, кейіннен мына қара. Мынаны кішкене тартамыз, белдікті. Мынаны артықтау болу керек. Артықтау болу керек та. Осылай түйреп аламыз. Бұны қондырамыз деп айтады. Кейін тіккен кезде мына машинка өзі жер жібереді. Кейіннен келесінде естіп неған кезде кішкене белдікті тартамыз. Мына мен тартып тұрмын да. Мынаны сәл бостау болады. Көрдіңіз бе? Кішкене бостау, спокойно тұр. Осылай түйреп аламыз. Тіккен кезде машина өзі жиырып, былай қондырып жібереді. Жалпы белдікке біз қондыруымыз керекпіз. Мына юбканы қондырамыз. Посадить юбку на пояс деп айтады бұны орысшада. Енді келесінде дәл солай істейміз. Егерді поясты юбкаға қондыратын болсаңыз, қондырып жіберсеңізші, мына жерде сборка болып кетеді белдікте. Белдігі клеш болып кететін сияқты да, үлкен болып қалады белі сіздерге. Мынаны да өйстіп. Кішкене барып, мынаны тартамыздағыны, мынаны кішкене бостау жібереміз. Мына жерді кішкене тілеміз дегенде қырқып жібермейміз. Сәл-ақ тілеміз, жарай ма? Сіз қойса болмайға шейін? Болмайды сіз қойса. И осылай болады мұны. Мына жер артық шықса шыға берсін мұны. Осылай бостау болу керек. Сол кезде белге әдемі қонады. Болды. Енді машинкамен тігеміз, немесе қолмен көктеп алып кейін барып тігеміз.